الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ القراءة كتابنا екінші томын жалғастырамыз. Бүгін الدرس الثالث عشرة 13-ші дәріс عصفور مريم. Мариямның торғайы. Жекеше сөздер. Қафасын, қафас, клетка. Хаула деген жанында. Вадаун деген қою, мүмкіндік беру деген мағына. Мүмкіндік беру, қою, қалдыру, жол беру. Итамун тамақтандыру. Лу'батун ойын. Таркун тастау, тәрк ету. Тарака ятруку деген етістік шығады. Тарака ятруку утрук деген етістік шығады. Таркун тәрк ету. Бәзрун бузурун жем. Неге беретін? Дән ба, жем ба? Бәзрун бузурун дән жем. Нәжеден аласылық. Қафасын деген қафас, тор, хаула деген айналасында төңірегінде, уәдеғын деген қою, жол беру, қалдыру, мүмкіндік беру. Вадатуху ябки мысалға да, оны жылаған күйде қалдырдым, вадатуху оны қалдырдым, қалу. Ябки оны жылаған күйде қалдырдым. Итамун тамақ беру, жем беру, қоректендіру. Лу'батун ойыншық. Тәркун тәрк ету, тастау. Бәзрун бузурун дән, жем. Хузнун қапалану, қайғыру, ренжу, қайғы, қасірет, күйініш. Хина бағда хинин уақытымен, кейде деген. Анда-санда деген келмейтін жерге. Хина бағда хин регулярно. Уақытымен регулярно деген сөз ғой. Бима аннаху деген сөз бар ғой нәждемде. Бима аннаху. Бұның несі? Бима аннаху еждахиду касирон юхиббуху муаллимуху. Ол көп іштиғат жасағандығы себепті оны мұғалімі қатты жақсы көреді деген мағына. Бірдеңе себебінен деген сөзде енді. Бұл контекстте аударылады да, бұлай өзін аудару қиын да бұны. Ол көп еңбектенетіне себепті мұғалім оны жақсы көреді. Көп еңбектенетіне себепті мұғалім оны жақсы көреді деген сөз. Жақсы, ары қарай иншалла сөйлем. Кана ли Марияма асфурун жамилун. Мариямда әдемі торғай бар еді. Ва кана тухибуху касиран. Ол торғайды қатты жақсы көретін еді дейді. Канат Мариям. Фа амилат лаху қафасан ва вадағату фихи. Жасап берді оған. Амилат деген істеді, амал істеді, яғни жасап берді. Қафасан оған қафас жасап берді, тор жасап берді, яғни торғайға. Ва вадағату және де оны қойды соның ішіне. Торғайды соның ішіне салды. Ва кана ал-асфуру алифан яти иля Мариама ва якулу мин ядиха. Ал торғай болса жаңағы Мариямды жақсы көретін еді, алиф жақсы көретін еді. Яти иля Мариама. Жаңағы торғай Мариямды жақсы көретін еді, яғни Мариямға келетін еді. Уякулу мин ядиха. Мариямның қолынан жаңағы жемін жейтін еді. Мариямның қолынан жейтін еді, қоректенетін еді. Ва канат тафтаху лахул қафаса хина бa'да хин. Ал Мариям болса тафтаху лахул қафас. Қафасты торды ашатын еді. Уақытымен торды ашып тұратын еді дейді. Канат Мариям ва канат, мысалы Мариямда ва канат Мариям тафтаху лаху. Сондай мағынада. Ары қарай. Фа яхруджу ва яқуду аля раъсил қафас. Шығатын еді, және де торғай шығатын еді. Ва яқуду аля раъсил қафас. Қапастың бас жағында отыратын еді. Ау ятиру халул бейт. Немесе үйдің маңайында, айналасында ұшып жүретін еді. Ва бима аннаха канат тухиббуху касиран ма канат тадау ахадан ғайраха ют'имуху. Мариям құсты жақсы көргендігі себепті, құсты қатты жақсы көргендігінен өзінен басқа ешкімге жол бермейтін еді, оны тамақтандыруға. Құсты өзінен басқа ешкім тамақтандырмайтын еді. Құсты қатты жақсы көретін еді, торғайды.
وأرسلت لها عمتها يوما من الأيام لعبة جميلة. عمتها يوما من الأيام күндердің бір күнінде Мариямның оның тәтесі, яғни Мариямның тәтесі Мариямға оған жіберді, яғни Мариямға жіберді лұғбатан жамилатан, әдемі ойыншық жіберді дейді. Фатарат Марияму фарихан, Мариям қуанғаннан ұшып кете жаздады дейді. Ва бақият талғабу биха тула заликан нахар. Сөйтті қуанғандығы соншалықты сол күн бойы ол ойыншықпен ойнап қала берді дейді. Ойнады, күні бойы ойнады. Ва насият ан тутаймал усфура. Торғайды тамақтандыруды ұмытып кетті. وفي الغد جاء إليها سعيد ибн خالها. Нағашағасының, Мариямның нағашағасының баласы Саид Мариямға келді да ертеңінен. فلعبت معه طول النهار. Ол онымен бірге, Саидпен бірге, яғни ойнады күні бойы, тағы да екінші күні бойы ойнады. Белу'батиха, кешегі ойынымен ойнады. وَلُعْبَةٍ أُخْرَى جَاءَ بِهَا سَعِيد. Сағид бірге алып келген ойыншықпен де, өзінің ойыншығымен де күні бойы ойнады дейді. وَنَسِيَتْ أَنْ تُطْعِمَ الْعُصْفُورَ. Торғайды тамақтандыруды тағы да ұмытты. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ تَرَكَتِ اللُّعْبَةَ. Үшінші күні ойынды тастады. وَجَاءَتْ إِلَى الْعُصْفُورِ. Торғайға келді де وَفِي يَدَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْبُذُورِ. Екі қолында болса азғантай не бар еді? Азғантай жем бар еді. لِيُطْعِمَهُ فَوَجَدَتْهُ مَيْتًا فِي الْقَفَسِ. Сол торғайды тамақтандыру үшін келіп еді, жем алып, فَوَجَدَتْهُ مَيْتًا. Өлген күйде тапты. Қафастың ішінде өлген күйде тапты дейді торғайды. وَكَانَ قَدْ مَاتَ مِنَ الْجُوعِ. Аштықтан өлген еді торғай дейді. فَحَزِنَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا. Сондықтан Мариям оған қатты қайғырды дейді. Қатты қайғырып қалды. Иншалла осымен бітті. Алла баршаңызға түсінуді нәсіп етсін, жеңілдік берсін. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.